бір күні бойы аласа және дәстүрлі тақиясын киген Алдар Көсе Созақ ауылына келді. Түн тыныш еді, бірақ көлеңкелер ескі үйлерге созылып жатты. Кейбір терезелерден сыбырлар естіліп, ауыл тұрғындарын уайымға салды. Ауыл тұрғындары оған ескертті: сақ бол, Алдар Көсе. Бұл ауылда екі шайтан бар. Олар өте айлакер және күшті. Алдар жеңіл күлді, тақиясын түзеп қойды да өз-өзінен сыбырлады: ақылды қалсам, ешқандай шайтан мені алдай алмайды. Алдар ауыл арқылы жүріп бара жатқанда жел оғаш соқты, ағаштар тербеліп, әлсіз қорқынышты күлкі естілді. Ол топырақта үлкен, аяғы қырлы ізі барын байқады. Олар ауыл шетіндегі ескі тастанды үйге апаратын сияқты еді. Қараңғыдан сыбыр естілді: біз сені көріп отырмыз. Алдар жұмсақ күліп: солай ма? Онда жақсырақ жасау керек болады, деді. Кенеттен көлеңкелерден екі шайтан пайда болды. Бірінің ұзын, сүйір қолдары, ал екіншісінің кең, зұлым күлкісі бар еді. Олардың көздері ай жарығында әлсіз жарқырады. Олар Алдарға қарай атып келді. Оны қыспаққа алмақ болып, Алдар тез қашып, шелекпен ағаштардың артынан оралды. Күште қорқытады, бірақ ақыл мен тапқырлық жеңеді, деді. Шайтандар бірге шабуыл жасады, бірақ Алдар оларды шатастырып, бір-біріне соқтығыстырды. Ол шайтандардың күрес тәсілін байқады. Біреуі күшке сүйенеді, екіншісі жылдамдыққа. Содан кейін ол жоспар құрды. Көлеңкелердің артынан жасырылып, әр түрлі жақтан дыбыс шығарып, шайтандарды өзінің бірнеше жерде тұрғанын ойлатты. Олар қорыққаннан айналадағы қоршауларға, ағаштарға және бір-біріне соқты. Алдар сыбырлады: сендер тым ұмтылғансыңдар, ойлануға уақыт жоқ. Содан соң ол шайтандарды тараулаға апарды. Олардың ұзын қолдары еш пайда әкелмейтін. Содан кейін арқандарды пайдаланып, олардың аяқтарын біріктіріп байлады. Шайтандар қиналып және ашуланып айғайлады, бірақ өз қозғалыстары тек тұзақты қатайтып қойғандай болды. Тіпті шайтандар да мақтаншақ болса, алдау құрбаны бола алады, деді Алдар. Екі шайтан да шаршап тұзаққа түсіп қалғанда, Алдар оларды ауылдан қуып шықты. Күлкісін жасыра алмай: бәлкім басқа жерде ойнасындар. Бұл ауыл тек ақылды адамдарға арналған, ақымақтарға емес, деді. Ауыл тұрғындары терезелерінен қарап таңқалып жеңіл дем алды. Ол шын мәнінде оларды алдады, басқасы мұны істей алмас еді, деп сыбырлады. Алдар Көсе ауыл шетінде тұрды да қара үйлерге қарап күш қорқыта алады, бірақ ақыл мен тапқырлық тіпті ең қорқынышты дұшпанды да жеңе алады, деді жұмсақ. Ауыл тұрғындары біртіндеп шығып құрметпен бас изеді. Алдар тақиясын түзеп кетуге дайындалды. Алдар ай жарығында жүріп кеткенде ауыл қайтадан тыныштыққа оралды. Алыста әлсіз көлеңке пайда болғанмен Алдар күліп жібергендей болғандай: тағы бір күні, тағы бір оқиға. Келсін, мен дайымын.